Қайырлы күн, құрметті әділ қазақ халқылары. Сіздер мен менің отаным, менің бастамам номинациясы бойынша отаным қасиетті туған жерім QR-код арқылы сіздің толық біле аласыздар. Жоба авторлары: мен Нұртасынов Айзере, 7-ші сынып оқушысы, ғылыми жетекші Нұртаев Дінмұхамед, халықаралық фонд 1 Азия стипендиаты. Өзектілігі: табысқа жету үшін қол жетпес қиялға не болмаса жалған сөзге емес, нақты іске негізделу керек. Қазір жас ұрпақ әлеуметтік желі арқылы тәрбие алып жатыр. Бұл баланы дұрыс бағытқа бұрып отырмасақ, бұл өте қауіпті үрдіс дейді. QR-код арқылы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлының сөзіне бара аласыздар. Мақсатты: ерікті жастар жасөспірімдерге психологиялық қолдау көрсету арқылы рухани адамгершілікті насихаттау, бұқаралық спортты дамыту, шығармашылық және салауатты өмір салтын қалыптастыру. Мақсатқа жету: жаһандану қатерлі ықпалынан сақтанып, жастардың бойында иммунитет қалыптастыру, онда мания, фанатизм, нашақорлық пен зорлық-зомбылықтан мәңгүртизмге балта шабу. Құндылығы: толық адам тағылымын негізге алып, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған кезеңді қалыптастыру, сол заманды көру. Мына суреттен көретін болсаңыздар, біз ойын-сауық орталықтарына барған болатынбыз. Орталық саябақ, Арбаттағы кинотеатр және медеу және тағы басқасы. Ал мына суретте біз көрікті жерлерге шыққан болатынбыз. Тауға шықтық, Шымбұлақ және Көктөбе бойындағы көкке шықтық, және медеу. Танымдық шығармашылық: мега-центрда неше түрлі оқуларды оқыдық, Мұхтар Шахановпен кездестік, орталық саябаққа бардық және туризмнен жарысқа да қатыстық. Клубтық теңеу: біз мектептегі ең белсенді сыныппыз. Мектепшілік іс-шараларға келетін болсақ, күзгі бал, КВН және тағы да басқа мектепшілік іс-шаралар. Мерекелік іс-шараларға туған күн, жаңа жыл, наурыздарды тойладық. Ал сенбілікке шыққан болатынбыз. Мектептің жан-жағын жинастырып және табиғатқа қамқорлығымызды көрсеткен болатынбыз. Ұлтқа қызмет: біздің сыныпта бір қыз бар. Ол келгелі бері біздің ортамызға қосыла алмайтын. Сосын біз бірге Арбатқа кинотеатрға барған кезде оның қыздар оны жақын өзіне тартқанын көріп, мен сондай қуанышты болдым. Және де бізде бастауыштан бері оқып келе жатқан бір бала бар. Ол бала енді тұйық болатын. Ол бала енді туризмде жарыстарға қатысып, неше түрлі орындарды алып, ол да біздің ортамызға қосылғанын көріп, сондай қуанышты болдым. Аз ізден үздік сөз. Қорытындылай келе, менің жобамның мақсаты 5 кезеңнен тұрады. Ойын-сауық орталықтары, қоршаған ортаны, мінез-құлықты өз-өзін таниды, көрікті жерлерге шығу, физикалық белсенділік нәтижесінде жарқылысқа көз тығу, көкжиектің қалыптасуы, танымдық зейінді көкжиектің кеңейіп, түсініктің пайда болуы, клубтық теңеу, достар тауып мінездің қалыптасуы, ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден, ұлтқа қызмет ету жолында тәрбиеден Хәкім Абай, білімде Шыңжолды Шоқан, білекте Тау көтерген Толағай, бірлікте Алашарғысы Алихан атанады. Яғни менің айтқым келгені, мен сыныптастарымды әлеуметтік желіден алшақтатып, оларға жаңа дос тауып, және де неше түрлі хоббиларын табуға тілектеспін. Әр адам өз ауласын таза ұстаса, көше таза болады. Таза аула таза көшені, таза көше таза қаланы, таза қала таза мемлекетті, таза мемлекет таза қоғамды қалыптастырады.